Ертеде 3 кішкентай шошқа болыпты. Апталар өтті, жылдар өтті, торайлар өсті. Бір жақсы күні анасы түсінді, оның торайлары бөлек өмір сүретін күн келді. Кетер алдында ана оларға не істесе де, қайда барса да, қайғысыз өмір сүргілері келсе, қайғыны білмеу үшін байсалды және ұқыпты болуы керек деп айтты. Шыдамсыз торайлар жаңа шытырман оқиғаны кездестіруге асықты. Тез заттарды жинап, ананы қатты құшақтап жолға шықты. Торайлар көп жүрмей орманның қойнауында гүлге шашылған тамаша бір жер кездестірді. Торайлар неге жолға шыққанын бірден ұмытып, ойна бастады. Осылай ойнап, біраз уақыт өтті. Суық күндер басталды. Біз үй салуды бастауымыз керек, деді үлкен ағасы. Әлі уақыт бар ғой, жақсылап ойнайық, деді кішкентай. Бар уақыт әлі, деді ортағысы. Жоқ, мен үй салуға кірісемін, деді үлкені де кет қалды. Орта және кіші алаусыз ойынын жалғастырды. Ананың айтқанын мүлде ұмытып. Бірақ бір күні таңертең көлді жұқа мұз қабаты басып қалды. Торайлар үйлер сала бастады. Олардың әр қайсысы өз қолынан келгенін істеді. Мен сабаннан үй саламын. Бұл жылдам және ойынға уақыт қалады, деді кішкентай ағасы. Айтылды, орындалды. Түскі асқа дейін үй дайын болды. Мен бұтақтардан үй саламын. Ал күн батқанша менің үйім дайын болады, деді ортаныншы. Ал бұтақтардан жасалған үй күн батқанша дейін бірнеше сағат бұрын дайын болды. Үлкен ағамыздың үйі дайын ба? Көрейік, деді бір ағасы. Көрейік, деді екіншісі. Ең кішісі мен ортаншысы жұмыс істеп жатқан үлкен торайды тапты. Ол тас пен кірпіштен тұрғызылған терезелері мен есіктері төзімді ағаштан жасалған үй салып жатыр екен. Сіз не салып жатырсыз? Бекініс па? Сұрады бір ағасы. Шошқаның үйі осындай болуы керек, бекініс сияқты, деді үлкені. Ол қалай? Сіз біреуден қорқасыз ба? Барлығымыз зұлым қасқырдан сақ болуымыз керек. Қорқақсыз, сіз қасқырдан қорқасыз, ха-ха-ха, деді кішкентайы. Ең үлкен шошқа үйін салуды жалғастырды. Ал оның ағалары секіріп, көңілді ырылдап орманға ойнауға кетті. Орманның ішіндегі қасқыр. Орман шетіндегі бұл не шу? Қасқыр сонша шудың қайдан шыққанын шешті. Сол жаққа ұмтылды. Біздің үлкен ағамыз сондай ақымақ. Ол қайдан біледі біздің орманда қасқырлар бар екенін, деді бір ағасы. Ал егер бар болса ше, сұрақ қойды кішкентайы. Мен оған шаяндардың қай жерде қыстайтынын тез көрсетемін, деді үлкені. Бұрын торайлардың еш қайсысы қасқырларды көрмеген. Кенет бұталардың артынан
торайлардың үстіне қасқыр секірді. Оның үлкен қара көздері мен өткір тістері торайларды қорқытты. «Жүгір! Көмектесіңдер! Көмектесіңдер!» Ең жас шошқа оның сабан үйіне бірінші болып жүгірді. Кірді де және есікті құлыптады. «Аш! Аш! Үйіңе үрлесем қиратамын!» деді қасқыр. «Фу! Фу! Фу!» Қасқыр 3 рет үрлеп, сабан үй құлады. «Көмектесіңіз!» Кіші шошқа ортаншы ағасының үйіне тура жүгірді. «Тамаша! Енді мен бірден 2 шошқа аламын!» Ал қасқыр қайтадан үрлей бастады. Орташа шошқаның үйі әлде қайда күшті болып шықты. Ал қасқыр оны жою үшін көбірек күш жұмсады. «Фу! Фу! Фу!» Бұл үйді де зұлым қасқыр қиратты. Сонда 2 торай үлкен ағасының үйіне жүгірді. «Аш! Бұл біз, сіздің ағаларыңыз! Тезірек кіріңдер! Бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. Менің үйім өте күшті. Қасқыр оны жоя алмайды». Қасқыр есікті қақты. «Бұл кім?» сұрады үлкен ағасы. «Аш!» деді қасқыр. «Мен бұл туралы ойламаймын да. Ендеше мен үшеуіңді де жеймін», ызаланды қасқыр. «Фу! Фу! Фу!» үй жаққа үрледі қасқыр. Қасқыр қанша қатты соқса да, үй аман қалды. Арлан 2-ші рет үрлей бастағанда төбедегі мұржаны көрді. Со кезде қасқырда бір идея туды. «Ия, көресіңдер әлі, мен сендерге жетемін», деді қасқыр. Үйдегі ағайындар: «Мынау не шу?» сұрады бір ағасы. «Неліктен мұржадан күйе түседі?» «Мен білемін», деді үлкен ағасы да қазанды ыстық сумен каминнің тесігіне қойды. Сонымен біздің қасқыр қайнаған судың қазанына құлады. Ақырған, күйген қасқыр төбеге қайта ұшып шығып, төмен қарай домалап кетті. Жерге түсіп, өте тез орман жаққа қашты. Сол уақыттан кейін оны ешкім көрмеді. Ал торайлар бекініс үйде үшеуі де бақытты өмір сүрді.